бөлімде өздеріңізге белгілі, яғни клиенттердің жаңа банкеттерін немесе алдын ала столиктерді брондау үшін осы сервисті қолдансаңыздар болады. Ең бірінші мына жерге категория қойсаңыз болады. Мысалға мен осы кезде банкет деп жаздым. Мына жерде банкет деген категория қойдым. Одан кейін добавить новое бронирование деген басамыз. Мына жерге даталарын таңдаймыз, категориясын таңдаймыз, банкет. Мысалға азамат. Телефон номерін жазып аламыз. 898. Енді объяснениесін жазамыз мына жерге. Қандай болу керек, қанша тамақ дайындалу керек деген сияқты, неше адам келеді. Соның барлығын жазып, мына жерге сақтап қоямыз, сохранить. Неке менің бронем осы жерге қойылды, азамат 05, осындай датасы. Енді осы кісілер предоплата бергенін қалай жасаймыз? Мысалға мына жерге текущий аккаунтқа келеміз. Создать новый аккаунт. Мысалға азамат банкет деген сияқты. Немесе банкеттің өзіне бір осындай аккаунт ашып жазып қойсаңыз болады. 127 98. Мына жерге адресін жазасыз. Мына жерге категориясы қажет болса жазасыз, сохранить. Неке менің азамат банкет деген сақталды. Осыған басып мен алдын ала банкетке берілген сумманы қабылдасам да болады, немесе мына жерден бір заттарды ұрсам да болады. Мен қазір сумманы қабылдаймын. Мына жерге мысалға маған 10 000 теңге берді. Броньдап қой деп. Наличный или Каспиймен жіберді. Каспий деп ашайын. Енді менде мына жерде азамат банкетте 10 000 теңге мен алдым. Енді мен не істеймін? Банкетке келем, жаңа өзім заттарымды алам, мысалға пицца алам, мына жерден таңдайым. 13 700 теңге подтвердить заказ деймін. Мен алдында 10 000 теңге бердім. Енді мен тек қана 3700 теңге ғана оплата жасаймын. Өйткені 10 000 теңгені мен алдын ала заранее беріп қойдым.